Шымылдық жабылсын. Не болды? Неге қуанып жатсыздар? Бір рет кездесіп қайтам, ура деп жатсыздар ма? Надеюсь, енді үміткерді сыйлай алатын. Жоқ, үміткер сыйлай алатын адамға келді деген ойдамын деп Мысалға мен дейсің ғой. Мысалға мен. Шашымды қидым, тұрарды тастадым дейсің. Қыз сен баяғы темада қалып кетіпсің, жарайды. Үміткер қыз балаларына келсек, өткен қыздар ғана келіп жатыр, сонымен біздің ұлдар көміліп жатыр ғой. Жігіт адам келіп осы жерде қызды көтеріп, міне нағыз махаббат осылай болады деп үйленіп кетсе, біз тамсанатын едік. Үміткердің таңдауы Залқарбек. Сөздерің мағы жағат, еркелетіп даңыз алғанадай, гүліңді қолға келесің маған. Көңіл күй қалай, Залқар? Сезгендей бүгін әп-әдемі сықиып, костюм шалбар киіп келіпті жігіт. Сезіп келді ғой, сезіп келген ғой бір деген. Башқаша болады екен. Басқаша. Мен Біздің қатысушылар айтады, ана орындықтың киесі бар, ми жоқ болып кетеді деген сияқты. Сезініп отырсың ба дәл сондай сезімдерді? Башқаша болады, қандай olur екен әме. Мен бұға чейін эфирді көріп жүргенмін да. Кімге үміткер келсе, ошол алдын ала білсе керек деп ойлағанмын негізіше. Сөйтіп ойлаушы ма едің? Бұға көрушілер де ойлаушы мүмкін да. Бұлар білет, анан айтып қояды, білмесең болып қалады депче. Ошоның үчүн азыр күтпөгөн жагдай. Сюрприз. Тосын сый. Ыймандуу, адептүү кыз келсе экен деп ниет кылабыз. Амин, иә. Айтолқын неше апта болып кетті үміткер соққаныңа? 3 апта болды, сол шақырайыншы үміткер Камиланы. Күнде эфирді Айтолқынның үміткер шақыруымен бастайықшы, ертеңден бастап. Келсем. Құрметті ер азаматтар, егерде мен де әдемі қызға үміткер болғыларыңыз келсе, сезімбағы.kz сайтында өтініш қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерді асыға күтудемін. Кеше енді тамақ ішіп бәріміз қайттық қой. Сонымен бұлар арбатта, сөйтіп кімдер қалған Залқар бәріне. Біз сыртта кетіп баратсақ, үміткерді микрофонмен шақырып жатыр ғой. Үміткер, мен сені бізге келдіңдер дейді ғой. Ана жерде бұрылғансың да, қой қайттың деген соң мен. Бүйтіп шақырды қойшы. 3w.сезімбағы.kz сайтына үміткер болып келіңіз деп шақырды. Біз өлең айттық та, караоке деп тұр екен. Сосын бардық та өлең айттық. Ұлдар жинап тұр екен да. Момент ұстап алдым да, сразу микрофонға маған үміткер болып келіңіздер дедім да. Мәссаған, ал керек болса, енді осыдан кейін келмесе, білем, ер азаматтар қайда қарап жүрсіздер? Дайынсың ғой, иә? Дайынбыз бұйырса. Шақырайық ендеше үміткерді, келіңіз. Жайғасыңыздар. Болды. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Есімім Мариам. Мариам, танысқаныңызға қуаныштымыз. Жасым 21-де, тұрмыс құрмағанмын, балам жоқ. Міне, Залқарды неге таңдадыңыз? Несімен ұнады жігіт? Осы жобадағы ең салмақты, сабырлы жігіт деп келдім. Әзірге айтқан ақпараттарының барлығы құлағыңа майдай жаққан сияқты, иә? Чоң рахмат, Мариам, қош келіпсіз. 21-демін деді. 21-демін деді, иә. Жақсы. Қазақстанның қайсыл жерден боласыз? Қазақстанның Талдықорған қаласы, Сарқандтан болам. Как будто қайсыл жер екенін айтса биле тұрғансып сұрадым ғой. Бұрын соңды арақатынас болды ма сізде? Бұрын соңды арақатынас болды, бірақ толығырақ айтпай қойсам, өзіңізге жеке айтам. Отбасыда қанша ағайындысыз? Отбасыда анам менмін, 4 ағайындымыз, 2 ұл, 2 қыз. Мен ең кенжесімін, 21-демін. Жалпы қош келдіңіз, және де сұрағым, қарым-қатынаста сіз лидерсіз ба, или наоборот спокойно жүресіз ба? Негізінде қарым-қатынаста тепе-теңдікті жақсы көрем. Қолымнан келмей жатқан кезде ер азаматтым барлығын алға алып жүру керек. Қош келдіңіз, Мариам. Жалпы ата-анаңыз қырғыз жігітіне тұрмысқа беруге қарсы емес пе? Жоқ, қарсы емес. Бізде қанда бар екен бір қырғыз қандар. Қырғыз қаны бар дейді. Күшті. Мен Залқарды ешкіммен бөлісе алмайтын едім болашақта. Мен бірінші эфирге келгенде айтқанмын, мен де өте қызғаншақпын деп сұра. Бұл жағынан бірде екеуміз қандай болады екен? Залқар, сен де қатты қызынып кетіп қаласың ба или кетпейсің ба? Мен Мен қатты қызғанғанда наоборот қарама қаршы қызғандырғанға әрекет қыламын да. Оны қалай жасайсың? Үйде отырып аялыңменен ұршасың. Ұршасың, пікірге келіспестіктер болады. Ешнәрсе айтпайсың, ұншықпайсың, далаға шығып кетесің да. Болды. Сізге әйеліңіз геолокация қойып тексеріп 35 минут жүрген жеріңіз мәселе. Ойбай, енді слишком. Еркек деген кішкене өзін еркін алып үйреніш керек, еркін алып жүріш керек. Қоясың ба геолокация? Геолокация қойдыртпай тұрып өзі айтады. Керек емес саған ондай артық. Жоқ, мен ішеніп тұрсам неге андай нәрсе арқасынан камера қойып, геолокация қойып. Ал мен камера қоясың ба, геолокация қоясың ба? Жаман нәрсе жасай тұрған адам үйде тұрып та жасап қойды. Ал қауіпсіздік үшін емес, ал ишенімдіктің жоқтығы үшін. Залқар, біраз сұрақ қойылды. Шымылдықты ашатын уақыт келген сияқты. Ашамыз ба? Ашылсын.
Иә, үміткеріңнің есімі Мәриям емес. Кім Залқар? Айдана. Айдана. Мага келдиңиз бе же эфирди сагынып келдиңиз? Сізге келдім ғой бірінші. Жарбек ойлансаңыз енді. Ойланайын. Сіз мына жерде болмасаңыз, мен мүмкін келмес пе едім да. Неге таңдадың Залқарды, Айдана? Тура мен келген уақыт, кетер кезде келді емес па Залқар, иә? Мен жоқпын ба? Мен елестетіп жүрген шығармын онда. Залқарға келді деген кезде мен отырғанмын ғой, ішімнен осы Айдана келген жоқ па екен деген сияқты қасымдағылар айтып отырғанмын. Негізі Айдананы енді қасында жүргеннен кейін біраз біліп қалдым ғой. Вкусындағы жігіт те Залқар сияқты да. И сол кезде есіме түсті осы. Оның үстіне Манастың қызы Айданамын деп жүрген. Мен қырғызбын, әкем қырғыз, анам қазақ. Манастың қызымын. Жаңағы дауысы шығып жатқан қыз бұл Айдана емес. Ол біздің әріптесіміз. Айдана есімді жарайсың, Айдана. Өзі сөйлесе деле танымайт элем даусынан. Біз енді соны ойландық, танып қоям екен, танып қоймас па екен деген сияқты, дегенмен басқа Былай адамның өмірде дауысы шықсын деп. сөйлесіп көрмедік қой енді. Иә, мен де сізді танымаймын ғой. Сыртыңыздан ғана қарап жүрген болмаса. Енді Залқар, сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа айтылған ақпараттың жартысы рас, Айданаға қатысы бар, жартысының қатысы жоқ. Бір 80% десек те болады, иә? Жоқ, жақсы айтты эле жанагычы. Мен таныстырайын ба, жоқ па деп па? Айта кету. Или соғыс кезім ба? Ұлтым қырғыз. Осы Тараз қаласында туылдым. Әкем осыдан 6 жыл алдын қайтыс болды. Менен кейін сіңірім, інім бар. Анаммен бірге тұрамыз. Жұмыс істеймін, оқимын. Не жұмыс қыласыз, не жұмыс, қандай кәсіпте оқисыз? Мамандығым педагог, мұғалім. Болашақта мұғалім. Өз мамандығым бойынша жұмыс істеймін. Қызғаншақсың ба? Орнымен ғой. Өзіңнің үш позитивті жаңағы мінез құлқың минустарын айтып бере аласың ба? Өйткені жаңағы плюстар мен минустар ол басқа Айдананың бойындағы. Мен болсам ол кезде мүмкін жауап бермес педім. Жауап бере алмайтын шығармын. Мақтау қиын ғой, бірақ минустарыңды айтшы. Минустарымды ма? Вот айтайын енді. Қарым-қатынаста өзімнің сөзім жүргенін қалаймын да. Тез ашуға берілем. Кейде көзім көрмей қалып, сол жерден тоқтата салуым мүмкін да. Тез шешім қабылдаймын. Мүмкін ол дұрыс емес қой енді өмірде. Жиі өкінесің ба сол шешімді? Иә, өкініп қаламын. Енді ол бір өзгермейтін не емес қой, иә, мінез емес қой, өзгертуге болады. Сосын бір ұрыстарды жеңістік бермеймін. Сіздікі тура емес болып жатқанда дағы жеңілгіңіз келбейді. Иә. Қыздардың көпшілігі негізі сондай. Өзінің қателігін мойындамайды. Иә. Өзіміздің қателігімізді біліп тұрсақ та бәрібір. Уруш, түшүнбөстүктөр, ортодо келишпестиктер ошол нерседен келип чыгат да. Ал нерсе менен сизге жумуш иштеш керек. Өзгерте алам деп ойлойсуң? Мен эле эмес, бардык адамдар коркуп атат ал нерседенчи. Өзүнүкү туура эмес болуп атса, жок, меники туура деген эч кимге жакпайт. Менің бойымда да ондай бар. Жолдасыммен жаңағы сөзге келіп қалсақ, соңына дейін менікі дұрыс сияқты, менікі дұрыс емес деп айту өте қиын, айтуы мүмкін, бірақ арғаға уақыт салу керек. Аны эгер сиздин күйөөңүз түшүнсө, ортоңуздардагы бактылуулуктун бардыгы да булчу. Бирок сиз сөзүңүз менен айтып коесуз, ишиңиз менен кылбаган болсоңуз, бул жерде коркунучтуу нерсе жок. Сөз менен айтып аткан болсо, эркек адам эркелетип, бир аз неметип кой, басып коесуң. Ошол нерсени иши менен по факту ошондой жасап аткан болсо, ал туура эмес. Сосын мен бір жақсы қасиетімді айта кетейін, тез адамнан кешірім сұрай аламын. Андай тартынбаймын. Айдананың айтып жатқан ашуы, өзінің бір бетпегейлігі, ол жай ғана сөз, қыз бала айта береді, негізі бәрі саған байланысты. Ал Залқар, Айдана, сіздерге сырласу кафесін босатып бердім, әдемілеп барып, асықпай, шай ішіп сырласып қайтайық, бара қойыңыздар.